Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сыр қосылған дәмді чебуректермен бөлісетін боламын. Ең алдымен ұнды ситадан өткізіп, үстіне сұйық май құйып аламыз. Ыстық қайнаған суға тұз салып, бәрін қосып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Енді салмасын дайындап қоямыз. Ол үшін сырды теркадан өткізіп аламыз. Мен ұсақ жағымен өткіздім. Мынандай ұсақ болып шығады. Ендігі кезекте қамырды видеодағыдай дөңгелектерге бөліп қоямыз. Одан соң барлығын жұқалап жаямыз. Әрбір қамырды осылай жұқалап жайып шығамыз. Ішіне салмасын салып, жандарын шанышқымен басып қоямыз. Осы ретпен бәрін дайындап болғасын, қызып тұрған майға екі жағын аударып пісіріп аламыз.